жарасады, ай көркі биіктетер аласаны. Болмаса сұлу қыз ару әйел, табысып еркімдермен жарасады. Қазақ халқының дүниетанымында бұрым сұлулықтың белгісі, қыз келіншектердің ары мен абыройы. Әрбір қыз баласын белінен төгілген бұрымы мен ақылына қарап бағалаған. Бұрымның ұшына алтын немесе күміс теңгелер, моншақтар, қаз қатар тігілген шашбау тағатын болған. Дана халқымыз қыз болашақтың анасы деп санап, негізсіз еш нәрсе жасамаған. Балауса қыздың тәрбиесіне айрықша мән беріп, жан дүниесі мен тән дүниесінің сұлулығына бір тұтас қараған. 5 жасынан белім белбеумен қынап, құлын денесіне қыпша бел қалыптастырған. 10 жасынан қос бұрымына күміс шашбау қоса өріп, аршын төс, көгершін кеуде, аққу мойын боп өсуіне ықпал еткен. Халық аузында құлақ тесу қыз сүндеті саналып, 13 жасынан құлағына сырға тағып, бойжеттіге санаған.